Атасы 10 жасар немересімен далада келе жатып баласынан сұрайды. Анау өрмекшіні көремісің? Ол не істеп жүр? Көремін, ата, олар өрмек тоқып жүр. Ал анау құмырсқаны көрдің бе? Көрдім, ата, аузында бір нанның талшығы бар, жүгіріп кетіп барады. Жоғарыға қара балам, аспанда не көрінеді? Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр, аузында кесе тістеген шөбі бар дейді. Сонда атасы былай дейді. Олай болса, шырағым, ол кішкентай жәндіктер саған үлгі болсын. Өрмекші маса шыбынға тұзақ құрып жүр. Ұстап алған соң өзіне азық етеді. Құмырсқа бала-шағаларына тамақ аулап, бір нанның ұсағын тапқан соң өзі жемей, аузына тістеп қуанғаннан үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш балапандарына ұя істеу үшін шөп жиып жүр. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сені де Құдайың босқа жүруге жаратпаған.